Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда фитолампа жайлы айтып өтеміз. Яғни фитолампалар гүлдерге бірнеше жағынан пайдалы. Яғни бүгінгі видеода ең бірінші өзімнің гүлдеріме қосып жүрген фитолампаға обзор түсіріп өтемін. Және фитолампаның қаншалықты қосу керек, қалай қосу керек, сол жайлы айтып өтемін. Одан кейін фитолампаның гүлдерге пайдасы жайлы айтып өтемін. Одан кейін ең соңында осындай фитолампаның астына қандай гүлдерді қою керек, қаншалықты қою керек, өз тәжірибеммен бөлісетін боламын. Ал кеттік. Фитолампам менің осындай төртеулігі уже 3-ші жылға кетіп бара жатыр. Жұмыс істеп тұрғанына өте жақсы жұмыс істеп тұр. Негізі 5-еулік, 6-аулық сондай түрлері де бар, 8-діктер де бар. Маған осы төртеулігі жеткілікті болғаннан кейін осы төртеулігін алып қолданып жүрмін. Ешқандай бұзылып тұрған жоқ, ешқандай жапырақ күйдірмейді. Осылай 3 түрлі түске ауыстырып тұрамын. Яғни қызыл түсі де пайдалы, көк түсі де пайдалы гүлдерге. Осындай кішігірім стол алып, үстіне осылай гүлдерімді орналастырып қойғанмын. Осы тоқ арқылы қосылып тұр. Тоқтың қасына стол жақын. Осылай тоғымен барып тұр. Одан кейін осы жерде өшіретін жері бар. Яғни фитолампаны керек жоқ кезде кешкісін өшіремін. Одан кейін қосатын боламын. Одан кейін осылай тағы бір точкасы бар, яғни түстерді ауыстырып отыратын, қызылға, көкке ауыстырып отыратын. Одан кейін осылай столға қыстырғышы бар. Осы қыстырғыш арқылы жаңағы шкафқа, барлық жерге қыстырып қойып, гүлдеріңізді қоя берсеңіздер өте ыңғайлы. Астында негізі гүлдер бұрын тұратын. Егер астына да, столдың астына да, жерге де гүлдер қойып, одан кейін мына біреуін, екеуін қайырып қойсаңыздар да болады. Олай ыңғайлы. Басқа да гүлдер, үлкен гүлдерді сыймайтын болса, столдың астына қарай жіберсеңіздер де болады. Полға қойсаңыздар да болады. Мен астында бұрын гүлдер тұрған, қазір керек жарақ заттар тұрғандықтан тек қана үстіне қойып жатырмын. Фитолампалар өсімдіктердің дұрыс өсуі мен дамуына қажетті. Жарық спектрін қамтамасыз етеді. Себебі жарық кейде жеткіліксіз болуы мүмкін. Әсіресе қыста немесе күн бұлтты күндерде бөлмемізде жарық жеткіліксіз болып тұрады. Сондай уақытта жақсы. Себебі фитолампалар өсімдіктердің фотосинтезіне қажетті жарық спектрін беріп тұрады да, бұл өсімдіктердің жақсы өсіп өнуін, гүлдеуін және кейбір жағдайда жаңағы рассада өсіріп жатқан кезде жеміс беруін жақсартады, жақсы бойын өсуіне. Кейбір гүлдеріміз мысалға бойлары жарық жетіспегендіктен ұзарып кетеді. Сосын жарық жеткіліксіздіктен әсіресе қыс мезгілінде немесе күн аз болатын, күн бұлтты кездерде фитолампа жарық көзі болып табылады. Себебі фитолампа қосымша жарықтандыратындықтан жаңа оңайлықпен гүлдей бермейтін, ұзақ гүлін ұстап тұру үшін фиалка, одан кейін орхидея, жарық қажет ететін гүлдер. Сондай гүлдерге өте таптырмас дүние болып табылады. Одан кейін фитолампа гүлдерге, өсімдікте денсаулығын сақтауға көмектеседі, яғни өсімдіктерді немесе гүлдерді әлсіретіп алмайды. Керісінше олардың денсаулығын, иммунитетін көтеруге жақсы. Және жаңа айтып өткендей, жаңағы гүлдеп тұрған гүлдерін көбірек ұстап, және оларды гүлдеуіне себепші болып, көбірек гүлдеуге ынталандырады. Гүлдемей тұрғандар гүлдеріңіз гүлдеп жақсы өсетін болады. Одан кейін сарғайып тұрған гүлдеріңіз ауырмай жақсы өсетін болады. Көбіне гүлдердің астыңғы жапырақтары жарық жеткіліксіз болғаннан сарғайып жатады. Соған қосымша жарықтандыру ретінде осы фитолампаны пайдалансаңыз болады.
Мен көбіне бұл фитолампаның астына тамырлатуға қойған және емдіктер келген гүлдерді қоямын, және сонымен қатар бұл фитолампаның астына қоюға пересадкадан кейін жаңадан бір отроскаларды тамырлап болғаннан кейін, еккеннен кейін, одан кейін ауырған гүлді пересадка жасағаннан кейін, немесе кейбір доллар гүлдеріміз өспей тұрады ғой, сондайды қосымша жарықтандыруға осы фитолампаның астына қойған жақсы. Және де жаңағы гүлдерді пересадка жасағаннан кейін, отроска еккеннен кейін барынша жарық жеткілікті жерге қою керек. Осындай фитолампаның астына қойса, тамыры тез дамып, тез гүл алып кетеді. Мен үлкен гүлдерім бәрін қазір қыс мезгілі болғандықтан жарық барынша жеткілікті түсетін терезелерін бәріне орнатып тастадым, терезенің жанына үлкен гүлдерді. Ал майда осындай ауырып тұрған немесе жаңадан егілген отроска, тамырлатуға қойылған отроска, осы жерге бәрін бір жерге орналастырып қоямын. Себебі бұны мен күндіз қосып қоямын фитолампаны. Яғни қаншалықты қосамыз? Фитолампаны мен азанғысын сағат 8-терде қосамын, кешкісін сағат 7, 8, 9 шамасында өшіріп тастаймын. Себебі гүлдерде тірі өсімдік болғандықтан оларда күндіз өсіп, яғни түнде демалу керек. Сондықтан түнде өшіреміз.